4%пен авто несие берудің жаңа талаптары бекітіліп отыр, бірақ бұл жерде сөздің ашығын айту керек, баға өте қымбат, аспандап тұр. Ал енді отандық өнімді тұтынайық, халыққа қолайлы жағдай жасайық, әр қазақ көлік мінсін деген қазіргі Нұрлан Смағұлов секілді осы авто нарықтағы монополистердің айтуының барлығы өтірік. Өйткені оған мынандай нақты мен дәлел ұсына аламын. Жарайды, халыққа жағдай жасап жатыр екенсіздер, бірақ бағасын түсіріңіздер. Бәрібір ультизборды, бәрібір сырттан келетін көліктерге алым салықты түсірмей отыр екенсіздер. Ең болмаса ішкі нарықтағы автокөліктерді тұтынайық. Анау өзбектер өздерінің Нексиясын мініп жүреді, олар патриот, олар анау мынау дейді, оның барлығы өтірік. Оларда ашығын айту керек, бізге қарағанда көлік арзан, инфляция біз секілді екі күннің бірінде рубльмен бірге құлдырап, рубльмен бірге баспен қадалып жатқан жоқ. Сондықтан бізде инфляция төмен, оны қолмен ұстап тұру тіпті мүмкін емес. Ол инфляцияны қолмен ұстау деген сөз, мына күнді қолмен жабу деген сөз да. Екіншіден, жаңағы біз іштегі нарықты айттық қой. Осы іштегі нарықта мына Коблттың бағасы, Нексияның бағасы сөзің шыны керек өте қымбат. Оның жоғары санатты емес екенін ескере отырсақ, ол халыққа шынымен де қол жетімді болу керек. Сырттан 4-5 миллионға халық қазір ультизборд алып тастаса, өте Коблтты он орайтын көліктер алып келе алады. Бірақ сіздер мына қолдан сөзің шыны керек бағаны аспандатып, сырттан алып келуге мүмкіндік жасамай отырсыздар. Тағы мәселе жаңа 4% автонесиеге қатысты. Осы 4% автонесиедегі шикіліктердің көп дедік, соның бірі жалақыға қатысты. Егер сіздің егер бір бағаны белгілейді ертең, сол бағадан сіздің ақшаңыз жетпей қалса, ипотека, жаңағы автонесиені бермейміз дейді, асып кетсе, сіз наличка алыңыз дейді. Наличкаға енді ол екінің бірі қол жете бермейді, ол жалақысы жоғары болғанда ол кінәлі емес қой, сөздің шыны керек. Сондықтан пособие алайын десем, айлығым жетпейді, ипотека алайын десем, айлығың аз деген секілді. Бұл жерде сөздің шыны керек көп сөз қылып беріп тұрды. Автонесиені береді екенсіздер, бағасын төмендетіп беріңіздер, бермейді екенсіздер, қойыңыздар деген әңгіме ғой. Содан кейінгі мәселе әлгі сайттарының дұрыс жұмыс істемеуі. Өткенде шыны керек, айдай әлемге масқара болды, айдағаны бесешкі, ысқырғым жер жарар деп. Сондықтан осындай былықтар бар, сіздер біле жүрсін деп мен айтып отырмын. Бірақ дегенмен сіздер көлікті аласыздар, алсаңыздар қуанамыз, дегенмен баға өте қымбат.